Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге сандуғаш. Бүгін өте дәмді сүзбелі бәліштің жасалу жолымен бөлісейін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға майымызды салып, үстінен құмшекерімізді салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді келесі екінші жұмыртқамыздың сарысын бетіне жағуға алып қаламыз да, ағын осы тестомызға салып, жақсылап араластырамыз. Және ұнымызға разрыхлителімізді қосып, оны жақсылап араластырып алып, осы қамыр илеп шығамыз. Жұмсақ қамыр қылып илейміз. Достар, барлық заттарды описание бөлімінен қарап, тура сол мөлшерде жасасаңыздар, өте дәмді керемет болып шығады. Осындай жұмсақ қамыр шығады, оны бір шетке қоя тұрамыз. Енді салмасына кіріссек, ең дәмді деген сүзбелерді алып, оның үстіне құмшекерімізді және кукурузный крахмал, бір жұмыртқамызды және қаймағымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Жақсылап біркелкі болып араласқан соң, енді бағана қамырымыздың 1/3 бөлігін алып қалып, қалғанын формамызға жақсылап орналастырамыз. Видеодағыдай етіп шанышқының көмегімен тесіп шығамыз және үстіне салмасын салып, қалған қамырымыздың үстіне кішкене ұн салып, илейміз. Видеодағыдай етіп, әдемі қылып кесіп аламыз және бағанағы пирогтың үстіне орналастырамыз. 180-200 градус пеште 30-40 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз және жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан басқа да керемет жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар достар. Міне достар, осымен біздің өте дәмді пирогымыз дайын. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет. Видеоларым сіздерге ұнаса немесе пайдалы болса, лайк басып комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сандуғаш.